Қазақтың бас ақыны ұлы ойшыл Хакім Абайдың 175 жылдығына орай ұйымдастырылып отқан ақын өлеңдерін жатқа оқу эстафетасын Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы ақын Ержан Жұмабектен қабыл алдым. Сұм дүние тонап жатыр, ісің бар ма? Баяғы күш, баяғы түсің бар ма? Алды үміт, арт өкініш, алдамшы өмір. Желігін жерге тықпас кісің бар ма? Дәмі қайтпас, бұзылмас тәтті бар ма? Бұл бес күннің орны жоқ ақтығарға, қайғызығы татиды қу өмірдің тату дараз, жақынды жаттыларға. Ет жүрексіз ерніңнің айтпа сөзін, тіл үйренген нәпсінің қу мінезін, тілде тиек, тілде сүйек, ерінде жиек бар ма? Шымылдық бұл көрсетпес шынның жүзін. Осы эстафетаны Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетіндегі әріптестеріме, Түркістан облысы Арыс ауданы Қожалқоғай ауылындағы Алтын Ям Амангелді орта мектебінің ұстаздарына, Шымкент қаласы Батырбек Өтеп атындағы дарынды балаларға арналған өнер мектеп интернатының ұжымына, белгілі композиторлар Көктем Алтаев ағама, Төлженбек Жақсыбаев ағама, Роза Әлғожа әпкеме, белгілі әнші Кенжебек Жәнәбіловке, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаттары ақын композитор Бекжан Әшірбаевқа, айтыскер ақын бауырым Біржан Байтуовқа жолдаймын.